Армысыздар, құрметті біздің YouTube арнаның көрермендері. Бұл Әдеп Лайф ашық алаңы. Сіздермен мен Сұлтан Орынбаұлы, және бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Ақпарат комитеті төрағасының орынбасары, Президент жастар кадр резервінің мүшесі Нұрлыбек Жеңісбекұлы. Қош келдіңіз. Қош келдік. Нұрлыбек Жеңісбекұлы, атап өткендей, сіз біздің осы агенттіктің негізгі жобаларының бірі Президент жастар кадр резервінің мүшесісіз. Жалпы ПЖКР деп айтайық, ПЖКР өміріңізді қалай өзгертті? Шыны керек, президент осы ең алғаш рет 19 жылы осы мәселені президенттің жастар кадр резерві болу керек және осы идеяны айтқан кезде меніңше көп мемлекеттік қызметшілердің қуанғаны рас, әсіресе біздің замандастарымыздың. Содан біз әрине шын кәдімгі аса белсенділікпен қатысып осы жобаға қаншама жаңағы этаптардан өтіп, әртүрлі кезеңдерден өтіп, үлкен тәжірибе болды бұның өзі. Шыны керек, енді өмірді өзгертті деп айта алмаймын, бірақ тәжірибе жағынан, не болмаса мүмкіндік жағынан, әлеуметтік баспалдақтың орындалуы жағынан үлкен әсер етіп жатқаны рас, біраз мен әріптестеріме. Десек те, бұл бастама өзіңіз білесіз, ПЖКР 2.0 деп тағы да екінші мәрте қайталанды. Алдағы уақытта тағы да қайталануы мүмкін деген осындай жорамал бар. Сондықтан мен айтар едім, ең бірінші кезекте президенттің кадрлық жастар резерві бұл үлкен мүмкіндік. Әсіресе қазіргі таңдағы мемлекеттің қызметтің жілігін шағып майын ішіп жүрген жергілікті атқарушы органдардағы халықпен тікелей байланыс орнатудағы біраз жинаған тәжірибелерін көрсетіп, сол мүмкіндікті пайдаланып, карьералық жағынан болсын, кәсібилік жағынан болсын, өсуіне біраз мүмкіндік беретін жоба. Сондықтан мен ойлаймын, біраз әріптестеріміз осы жобаның арқасында өзінің идеяларын, өзінің негізгі көкейінде жүрген арман мақсаттарын осы жоба арқылы орындап жатыр деп сенемін. Өзіме келетін болсам, мен президент кадр жастар резервіне тапсырған кезде энергетика министрлігінде департамент директорының орынбасары лауазымында осы жобаға қатыстым. Сол көп ұсыныстың ішінде таңдау жасап, сол Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігіне аппарат басшылығы орынбасары лауазымына тағайындалдым. Одан кейін қазір мына ақпарат комитетінің төраға орынбасары қызметінде жұмыс жасап жатырмын. Былай шыққан кезде енді бұл жерде де әлі көптеген мәселе бар, шешілуі тиіс. Онымен қазір біз мемлекеттік қызмет агентствосындағы басшылықпен де бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Әріптестерімізбен көп идеяларды ортаға салып жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, осы агенттіктің жаңа төрағасы тағайындалғаннан кейін біраз азаматтардың, біздің кадрлық резервтегі әріптестеріміздің үлкен басшылық лауазымдарға тағайындалып, қолдау жақсы болған, өздеріңіз білесіздер. Соның арқасында қазір сол әріптестерімізбен осы мемлекеттік қызметтің жұмысын жүйелеуді, олардың функционалдық міндеттерінің табысты жүзеге асуын, сонымен қатар қоғам алдындағы имидждік көзқарасын, олардың орнын, былай айтқан кезде қоғам алдындағы имиджін көтеру мәселесінде бірқатар жұмыстар жасалып отыр. Өйткені президент жастар кадр резерві осы жаңа Қазақстан құру жолында бір ерекше бағдарламалардың бірі деп есептейміз. Сондықтан да сіздің ойыңызша жаңа Қазақстанның мемлекеттік қызметшісі қандай болу керек? Енді бұл туралы президент Тоқаев та көп айтып жүр ғой, соңғы кездері жалпы президенттікке келгелі осы мемлекеттік қызметшілердің қоғам алдындағы имиджін қалыптастыру, олардың жаңа форматта жұмыс жасауы, сонымен қатар олардың бос сөзге ермеуін көп талап етуде. Әрине, қоғам өзгерген сайын мемлекеттік қызметшілердің де болмысы, олардың әрекеті, олардың жұмыс істеу
тәсілдері міндетті түрде қоғаммен байланысты өзгеріп отыру керек. Өзіңіз білесіз, осыдан мысалға 10-15 жыл бұрынғы мемлекеттік қызметші деген кезде көз алдымызға бір басқаша образ елестейтін. Қазір әкім деген кезде бірінші кезекте шаруа, елге жақын, эмпатиялық көзқарас қалыптасқан, кейбір жерде сентименталды, кейбір жерде шешімді өзіне батыл қабылдай алатын, спортқа жақын, әдебиетке жақын, сондай адамдар елестейді. Сөзге шешен. Иә, сөзге шешен. Өйткені қазір қоғамның талабы солай, қоғамның сұранысы солай. Бізде өзіңіз білесіз, қоғам неғұрлым мәдени тұрғыдан, этикалық тұрғыдан, руханият тұрғысынан дамыған сайын, көзі ашық, орта қалыптасқан сайын сұраныс та көбеюде, әсіресе мемлекеттік қызметшілерге. Сондықтан соңғы 2 жылдың ішінде қазір мемлекеттік қызметтің өзі көп трансформацияға ұшырады. Оның себептері көп, қоғамда болып жатқан көп өзгерістер. Биылғы жылғы қаңтар оқиғасының өзі мемлекеттік қызметшілердің басқаша ойлауына, олардың жұмыс істеу стилінің мүлдем басқаша болуына сонда үлкен себепкер болған, үлкен триггер болған оқиға деп айтсақ болады. Президенттің өзі бұл мәселені соңғы кездері өте көп көтеріп жүр. Сондықтан мен ойлаймын, мемлекеттік қызметші ең алдымен қоғамның алдында өзіне жауапты болу керек. Біз әдетте айтамыз ғой, мемлекеттік қызметші деген халық үшін жұмыс істеу керек, ел үшін әрине, ол міндетті түрде. Бірақ менің философиямдағы мемлекеттік қызметші ең алдымен өзінің арына, өзінің ұятына, өзінің жауапкершілігіне жұмыс жасау керек. Мен ел тұтқа деген кітабымда жазғаным, егер жеке өзіңе, өзіңнің нәпсіңе, өзіңнің қалауыңа, өзіңнің сұрауыңа жұмыс істегің келсе, онда бизнеске бару керек. Ал егер өзіңнің емес, өзгенің қалауына, өзгенің сұранысына, өзгенің жаңағы рахатына жұмыс істеу үшін, онда мемлекеттік қызметке келу керек. Өйткені мемлекеттік қызметші өзінен бірінші өзгенің тілегін орындауға бейім болу керек. Біздің мемлекеттік қызметші болуымыздың атауының өзі солай. Елге қызмет, мемлекет қызметшісі, мемлекеттік қызметші. Егер сөздің түбіріне қарайтын болсаңыз, біз қызметшіміз. Біз қоғамның сұрауын қанағаттандыру үшін жұмыс жасап жатқан азаматтармыз. Сондықтан да бірінші кезекте осы жауапкершілікті іштейік. Мен үнемі менің әріптестеріме айтып жүремін, өзіңе емес, өзгеге жұмыс істегің келсе, мемлекеттік қызметке кел, өзіңе жұмыс істегің келсе, онда бизнеске бар. Мемлекеттік қызметке жаңадан келіп жатқан біздің іні қарындастарымызға да осы мәселені айтамын. Жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, өзіміздің кейін келіп жатқан мемлекеттік қызметшілерге де ақыл кеңесімізді беріп отырамын. Енді жалпы жастар өкілісіз ғой сіз. Бізде осы қоғамның негізгі қозғаушы күші жастар деп жатамыз. Үнемі сол туралы айтылып та жүреді қоғамда. Ал енді осы жастарды мемлекеттік қызметке біз қалай қызықтырамыз? Сіздің өзіңіздің пікіріңіз қандай? Енді бұл туралы да мен ел тұтқа кітабында біраз ой толғағам. Жалпы мемлекеттік қызмет. Енді өзім бұрын журналистикадан келдім. Көп жылдар журналист болып қызмет жасадым. Микрофон арқылап, өңір-өңірді аралап, елдің мұң-мұқтажын билікке жеткізу мәселесінде де біз аянып қалғанымыз жоқ. Одан кейін мемлекеттік қызметке келдік. Екеуі екі әлем. Қалай қызықтырды сізді? Содан бастасақ. Мемлекеттік қызметке келуімнің өзі кездейсоқ деп айта алмаймын, өйткені менің ұғымымда мемлекетшіл деген адам бұл мүлдем басқа адам. Әдетте біз мемлекетшілдікті бір билікшілдікке сондай бір теңеп жатамыз. Бұл екі әлем. Билік ауысады, мемлекет ауыспайды ғой. Сондықтан ұлттың көсемі Алихан
Бөкейхановтар да осы мәселені бірден көтерген. Мемлекет, мемлекетшілдік бұл ұзақ жылдарға созылатын және бұл өзгермейтін принцип. Сондықтан мен мемлекеттік қызметке келуім кездейсоқ деп айта алмаймын. Өйткені мен ұғымымда мемлекетшіл болу, елге қызмет жасау, ұлтқа қызмет жасау, бұл менің философиямда үлкен орны бар ұғым. Осының арқасында осы ой әрине жетелеп мемлекеттік қызметке алып келді. Енді мен сол кезден бастап көретін мемлекеттік қызметші мынау судағы аквариумдағы балық сияқты жан-жағынан көрініп тұрады. Және кез келген адам үшін ұртақпақтың бір несі символы сияқты болып көрінетін басында. Өкінішке орай өзіңіз білесіз, соңғы кездері провокациялық жағдайлар өте көбейіп кетті мемлекеттік қызметшілерге. Соның арқасында шығар біздің мемлекеттік қызметшілердің имиджі кішкене төмендеп қалған. Бірақ соңғы жылдары менің бір қуанарлығым біздің мемлекеттік қызметшілердің өзі түсіндіру жағынан, жұмыс істеу жағынан сапалы орындаған сайын, сапалы әрекет жасаған сайын, сапалы сөйлеген сайын, сапалы мәселені шешкен сайын қоғамның тарапынан да кішкене сын азайып жатыр. Бұл үлкен қуанарлық жағдай. Осының алдында сұрақтарға жауап ретінде көбінесе ел тұтқа деген кітабыңыз туралы атап өттіңіз. Осы кітап туралы айтсаңыз, бұл кітапты шығаруға не түрткі болды? Осы туралы кеңірек. Шыны керек, ел тұтқа кітабын мен соңғы 3 жылда ойымда біраз қорытып жүргем. Жаңағы алдында айтқандай, біздің мемлекеттік қызметшілердің имиджін қалай көтерсек болады, олардың қоғам алдындағы бір беделін қалай арттырсақ болады, адамдарға қалай түсіндірсек болады. Осы мемлекеттік қызметшілердің ол жай бір қызметші емес, олардың да азаматтық құқығы бар, оларда қоғамның өкілі екендігін, оларда да қайғы мен қасіретте болады, қуанышта болады, жұбанышта болатындығын қалай қоғамға түсіндірсем екен деген ой болды да. Мен өзі кітап оқитын адамдардың қатарынан өте көп кітап оқимын. Жылына бір 30-40 кітап оқуға міндетті түрде өзіме мақсат қойып, соны оқуға тырысамын. Соңғы кездері мен оқып жүрген кітаптарым, мысалға көп көрермендеріміз біледі, таңертең ұйқыдан қалай тұру керек, қалай бизнесмен болу керек, қалай психолог болу керек, қалай менеджер болу керек, жақсы менеджер болудың 10 тәсілі, жақсы психолог болудың 7 тәсілі деген сияқты кітаптар көп та. Қалай мемлекеттік қызметші болу керек, қалай елге қызмет ету керек, қалай ұлтқа қызмет ету керек деген өкінішке орай бізде соңғы мынау заманның талабына сай кітап жоқтың қасы. Не орыс тілінде, не қазақ тілінде. Ағылшын тілінде бар, бірақ өте аз. Жалпы мемлекеттік қызметке тікелей бағытталған сол мемлекеттік қызметшінің күнделікті күйбеуінен құралған және оған мотивациялық элементтер қосылған кітаптар өкінішке орай бизнес былай шыққан кезде кітап бизнес әдеби шығарма өте жоқ. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін біраз ойда қорытып жүрдім. Не жазсам болады, қалай жазсам болады деп. Сөйтіп, соңғы 3 жыл көлемінде біраз материалдар жинақтап, өзінің жазған әлеуметтік желіге жазған ойларымды тиянақтап, жинақтап, осы кітапты жазуға бел будым. Осы кітапты жазарда негізінен қандай идеяларға бастама беру керек, көрерменге не жеткізу керек, қандай мәселені айту керек деген сияқты нәрселерге көп ойландым. Соның нәтижесінде біраз кісілермен ақылдастым. Өзімнің көрген, білген тәжірибелерімді сол кітапқа салдым. Ол жерде жаңағы қаржылық білімнен бастап, күнделікті мемлекеттік қызметшінің басында кездесетін күйбеңнің барлығы жазылған. Егер мемлекеттік қызметшіге жаңадан келген азамат болса, оны үстеу кітабы есебінде пайдаланса болады. Әр қадамға сол жерден жауап алады. Орта деңгейлі басшылар болатын болса, немесе жоғарғы деңгейдегі басшылар оқыса,
төменгі деңгейлердегі мемлекеттік қызметшілердің жай-күйі қалай болып жатыр? Олардың күнделікті ойы, олардың күнделікті жұмысы неден құралып жатыр? Олардың ішкі ойлары қандай? Ішіндегі айта алмай жүрген ойлары қандай? Соның барлығын сол жерден көре аламын. Кітапты солай жазуға тырыстым. Оңай, қарапайым тілмен жазуға тырысып шықтым. Сіз өзіңіз сенетін нәрсемен айналысасыз ба? Немесе өзіңіз айналысқан нәрсеге сенесіз бе деген бір фәлсапалық сұрақ. Иә, жалпы мен өзім афоризмдер, қысқа философиялық ойлар жазуға өте әуеспін. Өзім кейде жаңағы философиялық ұғымдарға да кішкене бой бергенді ұнатамын. Өйткені жалпы кез келген нәрсеге біз философиялық тұрғыда қарауымыз керек. Сонда біз көп нәрседен оңай өтеміз, көп қиыншылықтан оңай өтеміз. Мысалға, мен өзімнің жасап жатқан нәрсеме сенетін болсам, онда мен кәсіби маман ретінде өзімді көрсетемін. А егер керісінше мен өзім сенетін нәрсені жасайтын болсам, онда мен тұлғалық жағынан өзімді көрсете аламын. Бұл екеуі бір-бірімен байланысу. Бұл екеуі бір-бірімен үндес, егіздес, үйлесетін ұғым. Бұны жеке дара қарамау керек. Өйткені Абайдың айтқан толық адамның өзі біз міндетті түрде өзіміздің сенетін нәрсемізді жасауымыз керек, өзіміздің жасап жатқан нәрсемізге де сенуіміз керек. Бұл бір-бірінен ажырамайтын ұғым. Иә, кейбір мысалға қоғамның өкілдері бар. Мысалға күнделікті мемлекеттік жұмысқа келіп, өзегімді талдырмас, осы мемлекеттік қызмет аш қалдырмас деп жүргендер де бар арамызда. Таңертең келіп, сол күнделікті өзінің үйренген, талай жылдан бері үйренген жұмысын жасап, кешкі 6:30-да қайтып кетіп, не ода өсім жоқ, не ода былай шыққан кезде ләззат жоқ. Өзінің жасап жүрген нәрсесіне сенбеу, немесе өзінің сенетін нәрсесін жасамау, бұл үлкен деградациялық прогресс әкелмейтін нәрсе. Адамның тұлғалық жағынан өшуіне алып келетін жол. Сондықтан біз күнделікті ұйқыдан таңертең тұрғаннан бастап кешке дейін өзіміздің сенімімізге, өзіміздің ішкі руханиятымыздағы, ішкі тірегімізге негіз болатын идеяларға сенуіміз керек. Бүгінгі сұхбатта айтылған осы шындық ойларды қорыта келе, мына бір сұрақ қойғымыз келеді. Өзіңізді оптимист ретінде санайсыз ба, әлде реалистсіз бе? Сонымен қатар 10 жылдан кейін Қазақстанды қалай елестетесіз? Мен болжам жасауға қорқамын. Жалпы болжамды сол болжам жасайтын болжамгерлерге беру керек қой. Мен өзім реалистпін. Мен негізі реалист адаммын. Кішкене қиялға ерік бергенді онша ұнатпаймын. Енді әрине бала кезімізде қияли ертегілерді көп оқыдық қой. Бала кезде жалпы қиял, ғажайып деген нәрселерге сену өте жақсы. Өйткені баланың ойлау кеңістігін кеңейтеді, ойлау горизонтын кеңейтеді. Және сол арқылы өзінің тұлғалық ретінде қалыптасуына сол батырларға теңеп, өзіміз сол қазақ ертегілері болсын, қазақтың эпос жырлары болсын, соның барын оқып өскеннен кейін біз соларға елестеп өстік. Бұл балаларға тән нәрсе. Ал адам есейген сайын күнделікті күйбеңнің, тіршіліктің күйзелістеріне соқтыққан сайын адамның ішкі философиясы реализмге айнала бастайды. Бұрынғыдай қиялға, бұрынғыдай ойдың жетегінде жүруге кішкене ерік бере алмайсың. Мемлекеттік қызметшілерге осы жақында жазған өзіме һәм мемлекеттік қызметшіге деген тілекте жазған: кемістің кемтігін толтырып, олқының орнын бас. Нәмәртқа мәрттік көрсетіп, саранға жомарттықты үлгі. Өзгенің тынышын құрметтеп, мінезіне сабыр танып, ұяттылыққа ұлық етіп, ұятсызға ибатыле. Міскінге жанашыр, мүсәпірге мейірімді бол. Пейіліңнен кеңдігі мен ниетіңнің тазалығына ұқыппен қара.
арсыздан алыс жүріп, күншілге көрші отырма. Асыңа адал болсаң, атыңа кірі келмейді. Бағыңа құрметпен қарап, барыңа тоба қыл. Өткенге күпір етпей, сараптап сабақ ал. Тұсауды тіліңе, күшінді білімге сал. Қоғамға қызмет еткің келсе, осы қағидаларды іштей қайталап жүр. Сонда көңілің түгел болар деген осы қысқаша ғана бір жазба қалдырған болатын әлеуметтік желіге. Сол ойымды қазір бүкіл менің әріптестеріме де сөздің соңында жеткізгім келеді. Құрметті көрермендер, бүгін Әдеп Лайф бағдарламасында қонақта болған Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігі Ақпарат комитеті төрағасының орынбасары, президенттік жастар кадр резерв мүшесі Нұрлыбек Жеңісбекұлы, сізге көп алғыс білдіреміз. Уақыт тауып келгеніңіз үшін. Бүгін сізді ойшыл тұлға ретінде көрдік. Көп рахмет, алғыс білдіреміз. Келесі бағдарламада жүздескенше амандықта болайық. Сау саламатта болыңыздар.